Бүгін президент отчет бермейді. Бүгін президент жұмыстан алынбайды. Президент емес. Күч структуралары, башқа министрлерді дан парламент жұмыстан ала албайды. Адам құқығыны эметкен, коррупцияға батқан Финполиция, МВД, ГКНБ бары парламенттік контрольден шығарылған. 2007 жылғы конституцияда, Бакиев жазған конституцияда, парламент министрлерді ишенбеушілік көргөзүп жұмыстан ала алады деп 2007 жылы жазған. Бұл Бакиевтің конституциясынан өзгеріп кетіп атпайбы? Бакиев младенец болып қалып атпайбы? Ол келешектегі президенттің алдындачы күнөөсү жок эле мындай жөнөкөй эле бир татынакай киши болуп калып атпайбы?